Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Айым. Бүгін мен құймақтың ең оңай рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, пікірлеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ендеше бастайық. Әдеттегідей құрамына қажетті заттарды видеоның астына жазып қалдырамын. Ыдысымызға 2 жұмыртқа саламыз, үстіне 50-ден 100 грамм аралығында қант қосамыз. Қантты дәміне қарай қосасыздар. Мен 70 грамм қант қостым. Екеуін жақсылап араластырамыз. Миксермен араластырсаңыздар тіпті жақсы. Қантты ерігенше араластыру қажет. Енді осы жұмыртқалы массамыздың үстіне 230 грамм 1% айранды қосамыз. Оның үстіне алдын ала електен өткізілген 140 грамм ұнды қосып жақсылап араластырып аламыз. Араласқаннан кейін енді осы массамыздың үстіне қайтадан 230 грамм айран мен 140 грамм ұнды қосып, біркелкі масса болғанша жақсылап тұрып араластырып аламын. Байқасаңыздар, біз 230 грамм айраннан 2 рет және 140 грамм ұннан 2 рет қосамыз. Шатасып кетпеңіздер. Қамырымызды біркелкі қылып араластырғаннан кейін қоюлана түседі. Қоюланған қамырымызды сұйық қылдыру үшін үстіне ыстық қайнаған су мен содамызды қосамыз. Суымыз міндетті түрде ыстық жаңа қайнаған болу керек. Оның үстіне 6 грамм ас содасын қосып араластырып алып, қою қамырымыздың үстіне біртіндеп қосамыз. Және жақсылап араластырып аламын. Енді қамырымыздың үстіне 2 ас қасық сұйық майды құямыз және жақсылап араластырамыз. Осымен қамырымыз дайын болды. Енді табамызды отқа қойып қыздырамыз. Бетіне міндетті түрде сұйық май жағамыз. Ең алғашқы құймақты пісіру үшін ғана жағамыз, одан кейін қажет емес. Бірінші құймақтарымыз жабысып қалмау үшін. Табамыз қызған соң пісіре бастаймыз. Жалпы құймақтарымыз тез-тез піседі, яғни 1 минутқа жетер-жетпес уақытта пісіп шығады. Құймағымызды табаға құйғаннан кейін бірден бетінде ұсақ көпіршіктер пайда болады, яғни әдемі кестелі болып шыға келеді. Құймақты жалпы қолмен немесе лопатканың көмегімен аударсаңыздар болады. Мен қолмен де лопаткамен де аудара беремін. Осылайша құймағымыздың барлығын пісіріп шығамыз. Мінекей құймақтарымыз дайын болды. Өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Ал мен сіздерге тәтті әлемде сәттілік тілеймін. Алдағы уақытта кездескенше.